Негізінде адам ағзасы үшін ұйқы процесі өте маңызды. Себебі біз ұйықтау кезінде біз өте жоғары деңгейде ағзамызда токсиндер шығару процесі болады. Мысалы үшін түнгі уақытта бізде кешкі сағат 9 бен түнгі 2-3-тің аралығында бізде мелатонин деген гормоны бөлінеді. Бұл мелатонин гормоны біздің ағзамыздың толыққанды тіктелуіне, ағзамызда токсиндердің уақытылы шығарылуына және де біздің ағзамыздың жасаруына, біздің күш қуат жинауымызға, мысалы үшін шаршап тұрған клетканың қайтадан қалпына келуіне, немесе уже шаршап қажыған клеткаларды қайтадан жаңартып отырып жаңа клетка туындауына септігін тигізетін бұл гормон бізде бұл мелатонин гормоны. Және де біздің ағзамызда ең маңызды атаған бөлінетін гормондардың бірі бұл жерде өсу гормоны түнде бөлінеді. Бұл гормондардың барлық ұйқы кезінде біздің ішегімізде және де гипоталамо гипофизарлық зонада, яғни біздің миымызда сол жерде өндіріліп отырады. Ең маңыздысы біздің ішегімізде өндірілгендігі. Егер біз дұрыс ұйықтамайтын болсақ, бұл гормондар қажетті мөлшерде, қажетті сапада өндірілмейді. Сөйтіп біз не істейміз? Біз жаймен уақыт өте келе қажып отырып, ағзамызда жалпы денсаулығымыздың құртылып жатқандығын біз білместен отырып, не істейміз? Түрлі аурулармен ауыра береміз.